Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен супер техника парақшасы. Бүгін сіздермен ақшаңыз көп болу үшін не істеу керек, соны көрсететін боламын. Алдымен осы видеоға лайк басып кетсеңіздер. Ақшаның келуіне әсер ететін қарапайым, аса көңіл бөлмейтін жайттармен бөліссем деп өздеріңізге ұсынудамын. Үйде бос ыдыстар болмауы керек. Әдемі қорап, сыйлықтың сырты, жаңа шәйнек, тағы сол сияқты оларға міндетті түрде бірнеше тиын салып қойыңыз. Қолдан қолға ақша алуға тыйым салынады. Алдымен оларды үстелге немесе кез келген жерге қойып беріңіз, немесе алыңыз. Ақша үйден шығып кетпеу үшін айна алдына әмиянды қойған абзал. Ақша көбейтіледі деген сенім бар. Жатын бөлмеде жинақ сақтауға тыйым салынады. Өйткені бұл демалыс орны, яғни қаржы да ұйықтайды. Сіз ваннада ақшаны да жасыра алмайсыз, өйткені олар сізден жүзіп кетеді. Ең жақсы орын ас үй немесе қонақ бөлме. Әмияныңыздың бөлімдерінің бірінде басқа елдің шетелдік монеталар, доллар немесе банкнотты сақтауға ұсынылады. Ол ақшалай энергияны тартатын бойтұмардың бірі болып табылады. Әмиянда артық ештеңе болмауы керек, яғни түбіртек, жазбалар, квитанция, чектер, тағы сол сияқты қоқыс ақшаға арналған барлық кеңістікті толтырады. Сіз әмияныңыздағы жақын адамдарыңыздың фотосуреттерін сақтамағаныңыз абзал. Осы видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, төменге пікір қалдыра кетіңіз. Пайдаларыңызға жарасын.